Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын KFC дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың осындай қанатшалары қажет болады. Тауықтың қанатшаларының шетінде осындай қажет емес қанатшасы болады. Соны біз алып тастайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қажет емес қанатшасы бар. Біз оны алып, сосын қанатшаның өзін екі бөлікке бөліп дайындап алуымыз керек. Қанша мөлшерде жасаймын десеңіздер, өзі еріктеріңізде, әрине көп мөлшерде немесе аз мөлшерде жасаймын десеңіздер де, соған қарай құрғақ ингредиенттерді де көп азығына қарай мөлшерлеп қоса аласыздар. Бұл рецепт өте оңай және ешқандай артық табылмайтын, ешқандай заттарды қажет етпейді. Үйде қандай сухой ингредиенттер бар, соны салып пайдалана берсеңіздер болады. Міне біз ажыратып алып жатырмыз. Барлығын ажыратып дайындап алу керек. Көріп тұрғандарыңыздар, біз бұл процесті аяқтадық, яғни керек емес қанатшасын алып тастадық. Енді біз қанатшаны осындай шұқыр ыдысқа салып алатын боламыз. Бұл арнайы ыдыс бізге қажет болады, өйткені біз қанатшаның барлығын осының ішіне салып су құйып маринадтап дайындайтын боламыз. Маринад үшін бізге ең алдымен қанатшаға қызыл ашты бұрышты саламыз. Егер ашты болсын десеңіздер, көбірек салсаңыздар болады. Мен бірақ қатты ашы болғанын қаламадым, сондықтан жарты ас қасық мөлшерінде ғана салдым. Менде ас қасықта өте кішкентай. Одан кейін паприка саламыз. Паприка қызыл түс береді және дәм кіргізеді. Қара бұрыш салсаңыздар да болады, бірақ мен қара бұрыш салсам қатты ашты болып кетеді ма деп ойлап салған жоқпын. Жарты ас қасыққа жетпейтін тұз салдым. Жарты асық толтырып салсаңыздар да болады, тұзы басымдау болсын десеңіздер. Одан кейін кішкене су құйып аламыз. Су құйғаннан кейін енді екі тіс, яғни чесноктың екі тісін алып, екі дана тісін алып, турап салатын боламыз. Немесе өткіштен өткізіп салсаңыздар да болады. Мен өткіштен өткізіп салдым. Чеснок өте дәмді, өте тәтті дәм береді. Дәмін кіргізетін болады мына тауықтарға. Екі тісін өткіштен өткізіп салып аламыз. Одан кейін тағы да батырып, қанатшалар батып тұрғанға дейін су құйып алуымыз керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын болды. Енді оның үстіне тағы да су құямыз. Сарымсақ, пиязымыз аралассын деп мінеке жақсылап араластырып аламыз. Суымызды да құйып алдық. Ешқандай видеоны жылдамдатпай, барлығы анық, түсінікті болсын деп осылай асықтырмай видеоны жайлатып салдым. Енді осылай қанатшаларды аунататын неміз дайындаймыз. Соус дейміз ба, білмеймін, қою осы ұннан дайындап жасап аламыз қанатшаларды аунату үшін. Кей жерлерде бұны кляр деп те атайды. Крылышки в кляре деген тағамдарда бар, сол сияқты. Ұнды мен 3 ас қасық ұн алдым және 1 жұмыртқаны салдым. Одан кейін кішкене тағы қызыл бұрыш салдым. Мінеке көріп тұрсыздар, өте аз мөлшерде. Одан кейін паприка салатын болам. Ол қып-қызыл болып, әдемі болып шығу үшін қажет болады.
менде көп байқаған болсаңыздар, осы екі ғана құрғақ ингредиентті пайдаланып жатырмын, яғни қызыл бұрыш пенен паприканы ғана. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін кішкене аздап су құятын боламыз. Қоймалжың консистенциясы қоймалжың болғанға дейін су құйып дайындайтын боламыз. Міне көріп тұрсыздар, өте аз мөлшерден су құйып жатырмыз. Бір келгі араласын, ешқандай кішкенде араласпай қалған арасында ұндары болмасын деп аздан су қойып жақсылап араластырып алу керек. Мен өте аз мөлшерде ұн алып пайдаланып жатырмын, өйткені қалып кетуі мүмкін, сондықтан аз мөлшерден дайындап алу қажет. Басында егер жетпей жатқан жағдайда ғана сіздер тағда осылай 1-2 ас қасық ұннан дайындап алсаңыздар болады. Қалып кеткен жағдайда оны не істеуді білмей қалуыңыз мүмкін, босқа ысырап болуы мүмкін. Сондықтан осындай аз мөлшерде жасап жатырмын. Міне біздің клярымыз дайын, қоймалжыңын көрдіңіздер, консистенциясы қандай болу керегін көрдіңіздер. Қатты сұйық болып кетпеу керек, өйткені кірлешкенің сыртына жабыспай қалуы мүмкін. Енді кірлешкеді клярға батырғаннан кейін сыртын ұнға аунататын боламыз. Біз сол ұнды дайындап аламыз. Ол үшін ешқандай артық заттар қажет емес, тек қана сол паприканы ғана қосатын боламыз. Не көріп тұрсыздар паприканы? Паприканың ешқандай зияны жоқ, ол әдемі дәм береді және әдемі түс береді. Паприка мен ұнды енді жақсылап бір келкі араластырып алуымыз керек. Міне араластырып алдық. Мен тағы да паприка қосып жатырмын, өйткені аз болып қалған сияқты, сондықтан көз шамасымен осылай әдемі болып, ұн мен паприка араласқан кезде қызғыштау болып тұратындай болсын деп араластырып жатырмын. Біз жаңағы суға салған тауықтарымызды міндетті түрде 2 сағатқа қойып қоюымыз керек. 2 сағат маринадталып тұру керек. Ол 2 сағаттан кем болмау керек. Және оны қағаз салфеткаларға осылай суын сырғытып алу керек еді. Негізі менде ондай салфетка жоқ екен, сонда да жасай бердім. Клярға батырдым, соң ұнға аунаттым. Енді қызып тұрған майға салу керек. Майларыңыз қатты қызып кеткен болмау керек, өйткені біз табаға салған кезде, майға салған кезде бірден қызарып кетуі мүмкін, және сырты пісіп, іші піспей қалуы әбден мүмкін. Сондықтан қатты майларыңызды қыздыртып жібермеңіздер. Міне біздің KFC-міз дайын болды. Өте дәмді, өте көрінісі керемет шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.